Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, қалайсыздар? Шымкенттен Сабыржан деген бауырларыңыз. Айтып едім сіздерге қолдан инкубатор жасаймын деп. Міне жасадым. Мынау инкубатор маған қазір айтайын сіздерге. Мынау Пеноплекс 5-еуі 2,5 мың теңге болды. 2,5 теңге. Мынау терморегулятор 3 мың теңге. Және мына розетка несі бар, ол 1000 теңге. 3 мың, 4 мың и 6,5 мың теңгеге маған түсіп тұр мына инкубатор. Қолдан жасалған. Қазір тестілеп жатырмын. Мына жерде ауа сорғанға не қылып қойдым, жаңағыдай. Ауа алмасуға тесік және үстінен шыққанға тесік. Міне іші бұлайынан су қойып қойдым. Міне қазір терморегулятор 37-8 градус болғанда өшіп жатыр. 2 лампа қойып қойдым, 100-дік. Анау регулятордың датчигі. Міне мынаның ішіне әжептеуір жұмыртқа кіреді. Анау аппақ ол не? Клей. Клей жағып тастағам. Клеймен отырғыздым ғой. Міне. Іші әжептеуір. Құдай қаласа жұмыртқа саламыз, көреміз қалай болатын. Сосын айтам қалай нәтиже болып жатқан. Бірақ бұлайынша ешқандай жаманшылық жоқ сияқты. Тура OLX-тен көргендерім тура осы ғой. Ешқандай айырмашылық жоқ. Тура соның башқан кезде копиясын істеп шықтым ғой. Міне қазір свет жаныпты. Температура мына қараңыздар 36-да 7. Қазір 37-де 8-де өшеді. Міне өшті қазір, көріңіздер ме? Қайтадан 37-де 5-те қосылады. Міне қазір ішінде влажностьтерін бәрін турлап қойып алайын. Осы ағайын инкубатор ешқандай қиындығы жоқ. Істеп аласыздар. Мынадан 5-еуін аласыздар. Бір-біріне клейменен, ПВА клейменен отырғызасыздар. И для себя саморезбен деп қатырып қоя салдым. Міне ағайын. Бүкіл елде өйстіп ашып жатыр ғой. Даже ютубта кропмен істеп ашып жатыр ғой. Бізге де ашатын шығар деген ойдамыз. Құдай қаласа. Енді түрі онша емес шығар енді. Сұлуынан жылу деп отырмын ғой енді, не болса да. Міне ағайын осы. Бүгін істеп дайындап қосып қазір. Ішін бәрін турлап отырмын. Қазір 1-2 сағатта жұмыртқасын саламын ішіне. Ал ағайын сәттілік. Сұрақтар болса комментарийға жазыңыздар. Міне сұрап отырыңыздар қанша теңге түседі деп. 6,5 мың теңгеге түсті мынау инкубатор маған. Міне осы. Тек жақсылықта жолға ағайын.